Күн милениш оқырмандар, қалайсыздар? Бүгін сіздермен ақша потогын аша алудың 5 кеңесі жайлы сөз қозғайтын боламыз. Осы кеңестерді мұқият есте сақтаңыздар және де күнделікті өмірде қолданыңыздар. Ал кеттік. Алдымен ниетіңізді түзелеп алыңыз. Біреудің ақысын жеп, ала жібін аттамаңыз. Сөзбен болса да біреудің көңіліне қаяу салмаңыз. Ол сізге қарыз болып шығады. Бұл дегеніміз біреуді ренжітіп, немесе оған қатты ала жібін, оның біреудің ақысын жеп, біреудің нанын тартып алмаңыз, былайша айтқанда, ол сізге бәрібір пайда келмейді. Бұл дұрыс емес. Сондықтан да әрдайым ниетіңіз түзу болсын. Алғыс айту. Алла тағаладан бастап, әр жұтқан ауаңызға, ескі де болсын киіміңізге, жалдамалы болса да квартираңызға шүкір деңіз. Шүкір еткен сайын нығметіңіз арттырамын деген хақ тағаланың уәдесі бар. Алла тағала айтады, егер сендер шүкір етсеңдер, мен арттыра беремін дейді. Әйгілі квеншік, жайдарманшы Тұрсынбек Қабатов былтыр өзінің жайдарман квен ойнаған кезінде шүкір етсеңдер арттыра беремін деп баспана жайлы кішкене әңгіме қозғаған еді. Менде 4 бөлмелі пәтер бар, тар бөлме, таптар деп. Олай айтудың еш қажеті жоқ. Оны керісінше тар бөлме болсын, бақыттымыз әйтеуір деп шүкір ете берсеңіздер, Алла тағала сіздерге арттыра береді. Садақа беру. Шамаңыз жеткенше жетім жесірлерге, дертке шалдыққанға, жағдайы төмен отбасыларға көмектесіңіз. Тіпті құсқа жем шашып кетсеңіз де садақа болады. Садақа беру бұл сіздің садақа берсеңіз, табысыңыз 700 еселеп сізге оралатын болады. Және де осы жетім жесірлерге, дертке шалдыққандарға берсеңіз, сіздің табысыңыз да артады, несібеңіз де артып, берекелі отбасы, бақытты отбасы болуға қатты неғметіңіз артады. Тазалық. Үйдегі артық зат энергияны жейді. Сондықтан да үйдегі қажет емес дүниелерді киімнен, ыдыстан, жеке заттардан арылып, толық жинап тазалап отырыңыз. Ескі затты кетіріп, жаңа дүниеге мол табысқа орын босатыңыздар. Яғни біз ескі заттарды жинай берсек, оның барлығы жаман энергия уже ескірген. Одан гөрі оны тастап жіберіп немесе осы жағдайы төмен отбасыларға берсеңізде, бұл да сізге жаңа нәрсенің келуіне орын босатады. Сол сияқты бұны да тазалықты да ұстағаныңыз жөн. Бізде ең соңғы кеңесіміз еңбек ету. Ештеңеден қорықпай бастап кету. Есіңізде болсын, қолыңызда не келетін жасап қана біле аласыз. Іске кіріспей, мидағы қорқыныш артқа тарта береді. Мысалы, біз өз ойымызда жеңіліп қаламыз, ананы істей алмаймын, мынаны істей алмаймын. Одан гөрі сол істі жасап көріңіз. Жасап көргеннен кейін сізде егер жақсы нәтиже беріп жатса, демек сіз ол жұмысты жасай алады. Икеміңіз бар деген сөз. Сол үшін әрқашан еңбек етіп, әрекетте болыңыз. Ең соңғы бізде жетістік. Осы 5 тізім бойынша өзіңізге анализ жасап көріңіз. Неліктен берекеңіз қашып, не үшін қарыз шырмауынан шыға алмай жүргеніңізді білетін боласыз. Бір сәт ойланып, өзіңізге анализ жасаңыз. Осы видео сізге пайдалы болса, парақшамызға жазылып, лайк, комментарий жазып кетсеңіз, нұр үстіне нұр болар еді. Барлығыңызға рахмет, тыңдағандарыңыз үшін назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.